Сәлем, сұлықты жаны жақсы көретін сұлу көрермендерім. Бүгін мынау көбіне проблема болып жүрген, жас қыздарда да проблема болып жүр ол. Кәдімгі беттегі мынау салбыраңқы брыли дейді. Екінші иек дейді. Беттің салбырауы. Осыған қарсы қандай амалдар жасауға болады, осындай әжімдерді қалай кетіруге болады. Сол туралы сөйлесетін боламыз. Ал менде де осыдан 3-4 жыл бұрын бетім салбыраңқы болатын. Бір азып, бір толып жүргеннен болады көбінесе. Екіншіден ол соответственно сіздің жасыңызға байланысты жас ұлғая, коллаген де азаяды, бетте бөлінетін коллаген азаяды. Сол себептен біздің жағы бетіміз салбыраңқы болады. Үшіншіден бет бұлшеттерінің тонуста болмауы. Бет бұлшеттері тонуста болатын болса, сіз қартаясыз, бірақ әжімдеріңіз қатты салбырамайды. Сол себептен бет жаттығулары міндетті түрде қай жаста болсаңыз да жасай беріңіздер. Ал жастар болатын болса, жастар кәдімгідей бет жаттығуларын жасай отыра, қазіргі таңда коллагендер сатылады, коллаген алып ішсеңіздер болады, бірақ оны өз ретімен ішудің де бір жолы болады. Оны жаңағы нутрициологтардан сұрап білсеңіздер болады, қалай ішуге болатынын. Ал енді кеттік жаттығымызды жасайық. Ең біріншіден біз мына арқамызды тік ұстаймыз. Арқаны тік ұстауға арналған жаттығуларды жасаңыздар. Егер арқаңыз тік болмайтын болса, міндетті түрде жасаңыздар. Мына жерде холка болуы мүмкін, үлкен кісілерде особенно. Оған жаттығу жасаңыздар. Екіншіден мынау мойынмен жұмыс жасаймыз. Мойынға мен көрсететін бұл жаттығу, постоянно көрсетем. Бірақ осы жаттығу ең действенный, ең жаңағыдай әсері жақсы жаттығулар. Күнде жасасаңыз да болады бұны. Кәдімгі қолдарыңызды мойынға қоясыздар, күлесіздер де төбеге көтересіздер. Басыңызды шалқайтасыздар. Осылай 5 секунд ұстайсыздар, жібересіздер, қайтадан 5 секунд. Ал көп сөйлемей жасайық, бірге жасайық. 5 жібердік. Жібердік. Мұрныңызбен демалып тұрды ұмытпаңыздар. Демалмай қалмаңыздар, Осылай 10-15 рет жасайсыздар. Сосын жұмыс істеген бұлшеттеріңізді кішкене сипалап шығамыз. Екінші жаттығу. Бұл жаттығу жасалған кезде мынау ерінді төмен қаратып тұратын, мына жерде тартып тұратын бұлшет бар. Сол уақыт өте келе бұлшеттеріміз жиырыла бастайды да, соның арқасында бұлшеттің үстіндегі тері салбыраңқы болып қалады. Яғни астындағы бұлшет кішірейеді, үстіндегі теріміз салбыраңқы болып қалады. Соны болдыртпау үшін осы жаттығуды жасаңыздар. 20, 25, 30 рет жасауға да болады. Түсінікті ғой, кішкене бастарыңыз алға қарай жібересіздер. Былай отырып жасаңыздар, қараңыздар қандай әсер болады. Тіреліп қала береді. Сол үшін кішкене басыңызды алға қарай жібересіздер да. Осылай 20-25 рет жасаңыздар. Ал енді келесі жаттығу. Мынау осы бұлшеттермен қайтадан жұмыс жасаймыз. Ол үшін кішігірім ой деп ашасыздар. Тоже кішкене бастарыңызды алға қарай жібересіздер. Кішкене шалқайтасыздар бастарыңызды. Мына бұлшеттің тартылып жатқан байқауларыңыз керек. Қараңыздар.
осы жаттығуды где-то 20-25-30 рет жасайсыздар. Кейін жұмыс жасаған бұлшеттерімізді сипалап шығамыз. Қараңыздар. Керемет. Кейін мына бөлікпен жұмыс жасаймыз. Иегімізбен жұмыс жасаймыз. Ол үшін астындағы иектің астына мына жерге екінші иек қайдан пайда болады? Екінші иек пайда болу үшін мына отек, сынып тұруы, су бүкіл мына жерге жинала бастайды. Майда осы жерге жинала бастайды. Соны күнделікті айдап отыруымыз керек. 1, 2, 1, 2. Осылай айдап отырасыздар. Қараңыздар, кәдімгідей қаттырақ басып айдап жатырмын. Где-то бір 15-20 рет жасағаннан кейін ең соңында бұлай лимфамен түсіріп жібересіздер. 1, 2, 3. Бастарыңызды кішкене алға қарай жібересіздер. Мұны бұлай жасай алмайсыздар никак. Көрдіңіздер ме? Сол себептен арқаңызды тік ұстайсыздар да кішкене басыңызды алға қарай жібересіздер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ең соңында лимфамен түсіріп жібересіздер. Осы жаттығу жасайсыздар. Бұл жаттығудан кейін мына бұлшықеттермен жұмыс жасау керек. Бет бұлшықеттері, скуловые мышцы дейді. Ол үшін дұрыс жасалу жолы. Қараңыздар, иықтарыңыз тік ұсталып тұрады. Кішкене алдыға қарай иектеріңізді жібересіздер. Күлгендей боласыздар. Мына бұлшеттердің жұмыс жасап жатқанын сезінесіздер ғой, кәдімгідей сезінесіздер. Мына жерлеріңіз кішкене ауыртады. 5-6 рет жасағаннан кейін кішкене мына жерлеріңіз ауырта бастайды. Значит, сіздер дұрыс жасап жатсыздар. Ал кеттік. Менің уже мына бұлшеттерім ауырта бастады. Бір 20-25 рет жасайық. Қатты ауырып кететін болса, кішкене бүйтіп уқалап жіберіңіздер да қайтадан жасаңыздар. Керемет. Осыдан кейін біз май жағып, бетіміз таза, күйінде жаттығулар жасаймыз. Кішкене май жағып жібереміз. Кішкене май жағып жібереміз. Сөйтеміз де енді мына бұлшықеттерді кәдімгідей төбеге қарай көтеруіміз керек. Ол үшін мына иықтарыңыз тік, кішкене алдыға қарай иектеріңізді жібересіздер. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Енді лимфамен түсіреміз. Ал кеттік. 10 рет жасаймыз. Сосын 10-ші ретте бұлай лимфамен түсіріп жібереміз. Так, кеттік. Око. Кстати, қатты бас істемеңіздер, орташа көтересіздер, Мен жаңа арасында терезеге қараймын деп қатты істеп жіберіп
ұмыттым да, соны айту керек едім. Кешірім өтінемін, сразу айтпағаныма. Отыз рет жасасаңыздар жеткілікті. Ал енді ектің астындағы қайтадан жаңағы май суларды біз айдап шығарамыз. Ол үшін қайтадан мына саусағымызбен ектің астынан қаттыра жібереміз. Мына саусағымыз үстіңгі бөлігіндегі не тереді, үстіңгі бөлігіндегі бұлшықеттерді тонусқа келтіреді, қан айналымды жақсартады. Кеттік. 1, 2, 3, 4. Бұл жаттығуды қаттырақ басып істей берсеңіздер болады. Мына саусақтарыңызбен қаттырақ басасыздар, мына саусақтарыңызбен орташа басасыздар. 1, 2. Айта кететін жайт, майды жаққан кезде беттеріңізде ешқандай акне, прыщи, угри, жара деген болмаған абзал. Егер болатын болса, онда тек жаңағы жаттығуларды ғана жасаңыздар, маймен жұмыс жасамай ақ қойыңыздар. Хорошо? 1, 2, 3, 4. Егер сіздер екі жағын сразу жасауға қиналып жатсаңыздар, бірінші бір жағын жасауыңыздар, сосын кейін екінші жағын, мына қолыңызбен ұстап тұрасыздар. Екінші жағын жұмыс жасасаңыздар болады. Осылай 30 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Түсіріп жүреміз. Суды артығын. Сосын тағы да 10 рет жасаймыз. Жақсы ма? Ал енді осындай ең соңғы жаттығуды жасап, массажды жасап, сонымен біз аяқтаймыз. Егер де сіздің бетіңіздегі жаңағы мына бөлшектегі бұлшықеттеріңіз түсіңкі болса, терілеріңіз түсіңкі болатын болса, беттеріңіз салбыраңқы болатын болса, онда осы жаттығуларды жасап, күнделікті жасауға да болады, егер қатты салбырап жатса. Негізінде, егер сіз комплексна жұмыс жасайтын болсаңыз, бүкіл арқамен, мойынмен, бетпен, маңдаймен жаттығуларды кемінде 35 рет жасайтын болсаңыздар, күнделікті жаттығуларды. Массажды айтып жатқан жоқпын. Маймен жасайтын нәрсе ол массаж. Мен жаттығуларды айтып жатырмын. Егер жаттығуларды жасайтын болсаңыз, онда бір күн жаттығу, бір күн массаж жасаған абзал. Егер сіз тек қана бір бөлікпен жұмыс жасайтын болсаңыз, яғни жаттығуды бір 25-30 рет жасап, тағы да массаж жасайтын болсаңыз, яғни мысалға мына бөлікке ғана, онда күнде жасай беруге болады. Егер сіз жаңа көз айналасына ғана жұмыс жасасаңыз, тура солай бұлшықеттермен бірін 20-25-30 рет жасайсыздар, сосын кейін массаж жасайсыздар. Бірақ массаждан кейін айта кететін тағы бір кеңес, ол майды міндетті түрде пенкамен болсын, кімде қалай, біреулер пенкамен жуады, біреулер гельмен жуады, жуып тастаңыздар, майы қалмайтындай етіп, потому что мына жердегі поралар забивация етеді, сізде черные точки пайда болады, одан қалса угри, прыщи пайда болуы да соның арқасында. Бетті кешке қарай жуып жату керек, және осындай май, SPF крем жаққаннан кейін, любой кремді жаққаннан кейін кешке қарай болсын жуынып жату керек. Майды жаққаннан кейін ары кетсе май бетіңізде 10-15-20 минут қана болу керек. Ары қарай жуып тастау керек. Осындай кеңестер Айнұр сұлу арнасына қош келдіңіздер. Егер бірінші рет көріп тұрсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетсеңіздер болады. Күнделікті осындай жақсы кеңес айтарлар болатын болады каналымда. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көрем. Ертең кездескенше.